Сәлем құрметті көрермен. Бүгін сіздерге тәрбие тұнған аңыздар туралы айтқым келеді. Тәрбиелі орта ізде, тек оны сарылып, сабылып сұрастырып іздеме. Тек өз бойыңдағы жақсы қасиеттерді арттыр. Өз бойыңнан сол тәрбиелі ортаға лайық дүниелерді тап. Сонда тәрбиелі орта саған өзі ақ келеді. Біз басқа адамдарды сынауға, төрелік айтуға құмармыз. Бірақ біз кіршіксіз, кемшіліксіз, сыншы, әділ төреші болуға лайықпыз ба? Бұл сұраққа жауап іздеп жатпаймыз. Осы орайда сіздерге Қожанасыр бабамыздың бір оқиғасын баяндап берейін. Қожанасыр бабамызды біз әзілкеш, қалжыңбас ретінде танимыз. Ал негізінде ол үлкен әулие кісі болған деседі. Оған халық жанына ғана емес, тәніне, дертіне дауа іздеп келеді екен. Бірде ол кісіге бір келіншек кішкентай ұлын алып келіпті. Баласының кесек топыраққа жаны құмар екенін айтып, дауа сұрапты. Кесек жемесе тұра алмайды. Үйдің қабырғаларын, даланың кез келген лас жерін қазып жей береді екен. Сонда Қожанасыр атамыз біраз ойланып отырып, ұлыңызды тура бір айдан соң әкеліңіз, сонда ғана жазып бере аламын депті. Келіншек қуанып алғысын айтып шығып кетіпті. Арада бір ай өтіп жаңағы келіншек атамызға тағы келіпті. Қожанасырдың алдына баласын отырғызып, емдік шараларын күтіп отырған екен. Қожанасыр балаға қарап, балам, кесек топырақ жеме депті. Сонда ашуға булыққан келіншек, бір ай бойы күттірмей-ақ сол кезде осы сөзді айта салмадыңыз ба дегенде, атамыз, қызым, бір ай бұрын мен де кесек топырақты жейтін едім. Өзім жегенде балаға сен жеме деп айтуға дәтім қалай барсын? Содан сендер келген күннен бастап топырақ жеуді қойдым. Бір ай бойы ағзамды соған үйреттім. Біреудің көзіндегі шөпті алмас бұрын өзіңнің көзіңді қурайдан тазартып ал деген бар емес пе деген екен. Келіншек оның данышпан кісі екеніне көзі жетіп кешірім сұраған екен. Тағы бір аңызға тоқталсақ, ертеде келіні мен енесі ит пен мысықтай өмір сүріпті. Келін енесін кекетіп, мұқатып отырса, енесі келінінің істеген ісін жақтырмай, отырса олақ, тұрса сопақ етіп отырады екен. Бұндай жағдайға шыдамаған келін бірде әулие кісіге барып барлық жағдайды түсіндіріпті. Бұның әңгімесін тыңдаған әулие келіншекке бір торсық ұсынып, мына торсықтың ішінде у бар, енеңе күніне тамағына аз-аздан қосып беріп отыр. Бір ай бойы ішсін. Сонда ғана енеңнен құтыла аласың. Тек бұл удың бір шарты бар. Бір ай бойы енеңмен ұрыспа. Тілін алып, жағдайын жаса деген екен. Бұндай айғақсыз қылмысқа келіншек қуанып кетеді. Енесін торсықтағы сұйықтықпен сусындата бастайды. Келіннің жылы қабағына еріген енесі оны жақын тартып, қызынан артық көретін болады. Екеуі шүйіркелесіп, күліп ойнап үйдің шаруасын тындыратын болады. Бұндай мейірімді сезінген келіні өзінің ісіне қатты өкініп қамығады. Бір айға жетпестен сұлуды берген әулиеге келеді. Кіре сала көзіне жас толып, кешіріңіз, уды қайтаратын зат бар ма? Менің енем жаман кісі емес екен, ол да менің анамдай қамқор, қайырымды кісі екен деп жылап жібереді. Әулие келіншектің басынан сипап, қызым, ол торсықта у емес, кәдімгі бояу қосылған су болатын. Бірлік бар жерде тірліктің болатынына көзіңді жеткізейін дегенем деп жұбатыпты. Бұны естіген келіншек болса, рахмет сізге, екінші анамды тауып бердіңіз, үйімізге береке енгіздіңіз деп алғысын жаудырып, енесіне түскі тамағын әзірлеуге жүгіріп кеткен екен.